Біз жасап болған дизайнымызды станокқа және Welcome программасына, яғни файлға ретінде сохранить етіп, болашақта өзгерте алатындай қылып қалай сохранить етеміз, соны үйренейік. Так, ең бірінші бізде сіз мысалға дизайныңыздың барлығын жасап алдыңыз, жаңа список цвет объектінің барлығын дұрыс тексеріп алдыңыз, параметр объектілердің барлығын, настройкалардың барлығын дұрыс жасап алдыңыз. Дизайныңыздың барлығын жасап болғаннан кейін сізде жоғарғы жағында expert машиналы файла деген бар, немесе shift ені басасыздар. Басқаннан кейін сізде осындай ең бірінші қандай файлға сохранить етесіз, қай жерге сохранить етесіз. Мен мысалға локальный дискіға сохранить етемін. И имя файлға өзіңізге керекті атауын жазасыз. Мысалға компанияның атауы, немесе ою болатын болса оюдың атауы деген сияқты жазасыз. Одан кейін төменгі жағында TIFF файлы деп тұр. TIFF файлында бізге керектісі Tajima DS-ті. Осы Tajima DS ретінде сохранить етесіз. Бір рет сохранить етіп отырсаңыз, ол болашақта осы настройкасы қала береді. Бірақ сонда да өзіңізге сенімді болу үшін әрдайым тексеріп тұрғаныңыз дұрыс. Сохранить етеміз. Сохранить етілді. Мен қазір енді мына файлды ашайық. Мына жерде DGT DS-ті. Сіз осы екі файлды флешкаға саласыз да, станокта осы екі файлды флешкаға жүктеп, станокқа жүктейсіздер. Сол кезде ғана ашылады. Ал енді мына сіздің жасап болған дизайныңызды болашақта мысалға клиент размерін өзгертуі мүмкін, түстерін өзгертуі мүмкін, немесе білмеймін, жаңағы бір элементтер қосып алып деген сияқты жалпы болашақта өзгерте алатындай болсаңыз, онда сіз оған сохранить ету үшін файл, одан кейін сохранить как дейсіз. Мысалға дәл сол жерге сохранить етейік, бірақ TIFF файлы деп тұр ғой, сол жерге welcome все в одном дизайне, яғни EMB деген форматта сохранить етеміз. Оны да бір жерден сохранить етіп отырсаңыз болды. Сохранить етесіз. Сохранить еттік. Мына жерде дизайн 2 деп тұр ғой. Осы дизайн 2-ні сіз болашақта ашып, welcome программасымен өзгерте бересіз. Ал мына екі файлды только станокқа ғана жүктейсіз. Бұларды уже өзгерте алмайсыз.